Стоунхендж әлемдегі ең жұмбақ ескерткіштердің бірі. Англияның жасыл даласында орналасқан бұл алып тастар мыңдаған жылдар бойы адамзатты таңғалдыруда. Бірақ олар не үшін салынды? Бұл ежелгі обсерватория ма? Ғибадат орны ма? Әлде бөгде ғаламшарлықтардың қолтаңбасы ма? Тастардың салмағы 25 тоннаға дейін жетеді. Бірақ сол заманда оларды қалай қозғаған? Олар не үшін осындай ерекше формада орнатылды? Бұл пирамидалардан да көне. Тастардың кейбірі Уэльстен әкелінген. Олар мұнда 230 км қашықтықтан жеткізілген. Бірақ сол дәуірде адамдар мұны қалай істеді? Кейбір ғалымдар бұл жерді ежелгі энергетикалық портал деп санайды. Басқа бір теория бойынша Стоунхендж айналған аспан обсерваториясы болған. Жазғы және қысқы күн тоқырауы күндерінде күн сәулесі тас бағандарға ерекше бұрышта түседі. Аңыз бойынша бұл тастарды Мерлин сиқыршы өзінің сиқырлы күшімен орналастырған. Басқа аңыздар бұл жерді жер бетіндегі бөгде ғаламшарлықтардың базасы деп санайды. Археологтар жақында Стоунхендж маңында жер астында жасырылған жүздеген ежелгі құрылыстар мен шеңберлерді тапты. Бұл жердің маңызы біз ойлағаннан әлдеқайда үлкен болуы мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз, Стоунхендждің құпиясы қандай? Қосымша құпияларды ашу үшін лайк басып жазылыңыз.